my head. It's slowly arriving. The carbohydrates. Әлемне дегенше жарыстың лагеріне де келіп қалдық. Маған қатты қызық болып тұр. Жарысы аямай отатын сияқтымыз. Қарсылас команда қандай болады екен? Бүкілін абыройымен отып шығатын сияқтымыз ғой. Данияр, басын тәртші. Ой, қазандай басың мен. Сендер мен болмасам, жеңіс туралы армандамай аяқта қойыңдаршы. Мен. Жеңіс сендерге. Ұмытпап тұрсыңдар. Қазір іштің бәрін жауып қояды. Сумкаларды тасыңдар. Ертерек армандамай жүріңдер болды. Просто сендер түсінбейсіңдер. Сумкаларды алыңдар да түсіңдер алды. Кет. Чота, қызықтың көкесі енді бастатын шығар жігіттер. Енді шілей қарсыластарымыз, қыздар емес шығар. Аналарың әдемі, қыздай түрлері мұздай екен. Қыздар болса, қыздар оған да дайымыз не қылса. Қыздар болса да, балдар болса, маған бәрібір. Қыздар бізбен қарсыласу үшін өте көп жаттығулар жасап, дайындалған шығар, иә? Аналарың біздің қарсыластар емес па? Иттек жақтықпай тұрма аналарды. Көптен күткен қарсылас. Мына балдар жартыбас. Мына балдар, бізге қарсылас болға келді ма? Бұлай болмайды ғой. Неге болмайды? Қонақтарымыз жақсылап күтіп алайық, шошытып алмай. Ойнаймыз деп қайтып кетіп жүрер. Жүріңдер оны дайындалайық. Мына балдарды талай қанша күтіп тұр ғой. Ой, неге ол ма қыз ба бәрібір бізді әлі ешкім жеңіп көрмеді ғой. Болды, жаттыңға тамақ ішіп, қалған кейін көреміз. Қалайсыңдар, біздің лагерь ұнап жатыр ма? Бізді бассейн, үлкен асхана. Жатам десеңдер тапшаң көп қой бізде. Адасам десеңдер орманда бар ғой бізде. Аналарың қызыл телпектер ма? О, қызыл телпек емес, қызыл шегірткелер десе. Қызыл телпектер, олар біздің лагеріміздегі ең мықты команда ғой, білесіңдер ма? Тим бөлесіңдер солармен жарысқа түсін деп жатсыңдар. Мәссаған ағай, ол қалай болады екен? Қыздармен жарысқанымыз ұят болмайды ма екен? Керісінше, оларды біздің лагерде ешқандай команда отқан емес қой, білесіңдер ма? Айтпақшы сендердің команданың аттары қандай? Көк телпек. Деп айта берсеңіз болады. Көк телпек. Бара берсеңіз болады. Жақсында жүктер. Айтпақшы жүктер. Біздің лагерде өте қиын жарыстар болады. Әсіресе оның ішінде әділетсіз жарыстар да болуы мүмкін. Сол үшін ұтылып қалмауға тырысыңдар. Если ұтылып қалатын болсаңдар, сендерді ұтқан команда сендерге жестко наказание қояды. Сонда наказание не айтса соны орындаймыз, а? Әрине. Сол үшін ұтылмаңдар да, түсіндіңдер ма? Сәттілік. Сонда жарыстан ұтылсақ, қандай жаза болады екен? Ойымдап кеттік қой Чота. Немене қорқытсыңдар? Біз орды ұтамыз. Біз орды ұтатын амал тауып керекпіз. Точно ма? Әйтеуір бекер келдік деп ойымда қалмайық. Әйтпе қыздардың түрі анау тұр емес. Жігіттер уайымдамай қойыңдар. Олар әшейін қыздар ғой. Олардың күші бізге жете қоймайды. Одан да тамақтарын жеңдер. Мына ердің тамақтары өте дәмді ғой. Басқа мына тамақтан кейін ұйықтасаң күшті кетеді. Қайдағы ұйқы? Ұйқыны ұмыт. Ертең азанда жарыс, соған дайындалу керекпіз. Жігіттер аяқтарын қарсылас қыздар кеткен сияқты ғой.
Қош келдіңдер біздің лагерьге балапандар. Танысып қояйық. Менің есімім Маржан. Менің атым Данияр. Танысқаныма қуаныштымын. Ертең бізбен бірге жарысқа дайынсыңдар ма? Ой, оған не дайындық керек? Біз иттак сендерге қандай наказание қоятынымызды ойланып отырмыз. Ұтылған күреске тоймайды дейді ғой. Жастар нешедеміз, балақайлар. Жарайды, не болса да сәттілік. Алла ренжіп қалды. Ал, құрметті командалар, жаңадан келген команда, қош келіңдер. Бұлар сендердің қарсыластарың болады. Ойын шартын түсіндіріп өтейін. Екі командаға бір арқан беріледі. Сол арқанды от души тартысасыңдар. Қай команда жеңіледі, сол жеңген команданың наказаниясын орындайтын боласыңдар. Міндетті түрде. Ал, арқан бер жүр. 3 дегенде бастаймыз, хорошо? 1 2 3. Мынау май ғой. Май ғой мынау. Бүгін кешке бізден қалған барлық ыдысты сендер жуатын боласыңдар. Ой, жігіттер ет болдың оларың. Қыздар, молодцы. Енді амал жоқ, қыздардың бір наказаниясын орындайтын боласыңдар. Біздің жарысымыздың демеушісі Остров кинотеатрына рахмет айтамыз. Сіздермен болған мен Али Қалдыбай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Олашы, сендердің кесірінен алып қалдық. Қайдағы сен ба жерге май төккен? Түріңнен қарасам, сен сияқты ғой? Пончик дұрыстап істе. Сен кесірің бәрі. Осының бәрі сенің кесірің ғой. Бана подкаст салғанда ұтылып қалдым. Данияр дұрыс сөзші. Ал, командалар, бүгін біздің жарысымыздың екінші күні. Бүгін болатын жарыстың атауы айдаладағы асық деп аталады. Ойын ережесін түсіндіріп өтейін. Дәл қазір менің қолымда бір асық бар. Сол асықты мен 3-ке дейін санап лақтыратын болам. Соны тауып келген команда жеңіске жететін болады. Бәріңе түсінікті ғой, Иә. Ал, давай, мен онда 3-ке дейін санайым. 1 2 3. Іздеңдер. Асықтауып алдым. Біз асықты таптық. О, молодцы қыздар, өздері мықты екен. Тағы бір рет дәлелдеді. Ал, ұтылған команданың наказаниясын орындауға дайындалыңдар. Негізі қыздар, біздің лагерь жаман шашылып кетті. Сендер осы жерде бір тазалап сыпырып қойсаңдар. Кеттік қыздар, кешкі ашып кетіп па? Болдаршы тез-тезі. Қойшы, сен кесіріңнен бұның бәрі.
Жігіттер, бұлай жалғаса берсе масқара болып тынамыз. Ақылдасып бір шара қолдануымыз керек. Олар барлық жарыста арандық бүгін тұрып жатыр, біз де сөйтіп ұтайық. Онда ертең алдын ала айтып, жоспар құрып қояйық. Түсіндіңдер ма? Мен өмірде қыздардан ұтылып көрмеппін. Бірінші жарыс анау, аяғымыз сайды ма? Тайды. Екінші жарыс анау, жоспарланып қойған барлығы. Ертеңгі жарыста онда міндетті түрде ұтуымыз керек. Жігіттер, менде бір жоспар бар. Қандай? Ал қыздар жігіттер, біздің кезекті бір жарыстарымыздың бірі суға байланысты болатын болады. Ал жігіттер, алдың ойын ұтылыңдар, бұл сендердің соңғы мүмкіндіктердің бірі. Так что ұтылғандар қаршы. Ал қыздар, сендерге сәттілік. Олай болса ойынның шартын түсіндіріп өтейін. Су берілген сендерге, сол суды қай команда тез ішіп тауысады, сол команда жеңетін болады. Ал шарт әдеттегідей, ұтқан команда, ұтылған командаға наказание болады. Ал ендеше жігіттер, қыздар, бастаймыз. Ал, девочки, мальчики, на счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Давай, 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 Енді лагердің ең үздік ойыншылары біз боламыз. Түсіндіңдер ма, жігіттер? Капучино. Алдымай қалсайды оны. Мағанда жер тағып, мына жерде жарыстарымыз бар өзі. Бізде сай келеді команда бар ма, сенің жігіттер үйтіп қатты көкіректеріңді көтере бермеңдер. Қайдан білесіңдер, мүмкін бізден де мықты команда бар шығар. Жігіттер, оны барғансын көреміз. Одан да қарсылас командамен танысаяқтар жүріңдер. Сай келемек келмейме, ол жағын көре жетеміз. Командада мен бар кезде ұтамыз, бірақ ойын әділет болса. Осы лагердегі ең мықтылар қызылдар екен, яғни қызыл бандамқылардан. Отыр соқпай, шілейін қыздармен жарыспайтын шығармыз. Қыздар болса қыздар, біз барлығымен дайымыз, барлығын ұтамыз. Онда өзіміз ақылдасып болайық, бәрі ойынның бәрі әділетсіз болып жатыр ғой. Жұрттар біз жайлы айтып жатқан сияқты ғой. Өсек жақсы соғады екен еркек бастармен. Мыналар бізбен сайысқа түссе, біздің шаңымыздан да қауіп қояды ғой. Қыздар одан көп мақтана бермей, жүріңдер ертеңгі сайысқа дайындалайық. Дұрыс айтасыңдар қыздар, кешесіндердің кесірінен біз ұтылып қалдық. Сол үшін барында да дайындалыңдар. Біз ғана дайындала береміз ба? Бәріміз бір топ емеспіз бе? Бұл жақта қалай жеңіске жетсең де өзің білгенсің. Оның үстінде ойындардың бәрі қызық емес екен. Естественно, наказание қатты қиын деп естідім. Наказанияға сақ біттік дей беріңдер. Жігіттер, сендер неден қорқа бересіңдер? Ойын әділеті жоқ болса да біз бірге ақылдасып алуымыз керек болды сонымен. Ақылдасып алайық, ертеңгі көз жұмыс жарыста бір тапсырма береді екен. Мен жаңа анау жақтан естіп қалдым. Көзі жұмып дейсің ба? Точно дұрыс естідің ба? Қарсылас команданың бөлмесі біздің жағымызда ғой. Олар да түнімен бірдеңе деп күбірлеп ұйықтамайды. Олай болса бізге де жоспар жасау керек. Тезірек тамақтарыңды ішіп алыңдар.
Ал командалар, бізде бүгін лагерге жаңадан команда келді. Қош келдіңдер, жасылдар командасы. Бір-бірімен танысып қойыңдар. Ойын ережесін түсіндіріп өтейін сендерге. Әр командадан мықты жүгіретін бір-бір баладан шығарасыңдар. Ана жерде әр команданың өздерінің флагтары тұр. Сол флагты кім бір нәрсе жүгіріп алып келеді, сол команда жеңіске жетеді. Дайынсыңдар ма? Ал жігіттер, сәттілік дайындалыңдар. Давай, тұрыңдар стартқа. Санайық. 1, 2, 3. Хорош! Жасында жеңді. Өзің ойын жайлы не айтасың? Әрине. Енді сендер ұтылған команданың наказаниясын орындайтын боласыңдар. Ал сендер наказания беруге дайындалыңдар. Біз сендерге наказанияны жарыстың ең соңында айтамыз. Қазірше жүре тұрыңдар. Ал қыздар, жігіттер, бізде бүгін соңғы жарыс. 3 команданың арасында болатын волейбол жарысы болады бүгін. 3 команданың арасынан суырылып шыққан команда біздің лагеріміздің бас жүлдесін ұтып алатын болады. Сол үшін қыздар, жігіттер, ат салысып, барларын салып ойнайтын болыңдар. Қарша? Бәріңе сәттілік, удачи. Сәлден кейін бастаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жарнамадан кейін жолығатын боламыз. Ал қыздар, жігіттер, ең бірінші болып жарысқа түсетін бізде жасыл команда мен көк команда. 2 команда ортаға шығамыз. Ойынды бастаймыз. Қыздар, жігіттер, бізде есеп 24-24. Шешуші подача. Давайте, играйте. Наказаниямыз ол қыздар,
Біздің қарнымыз ашып тұр, маған шашлык. Маған суши, маған пицца. Маған стейк. Жарайды жігіттер, мықты екенсіңдер. Бұдан былай сендер біздің лагердің чемпионы болдыңдар. Құттықтаймын. Жарайды қыздар, біз жаңағы тамақты алып келейік. Кеттік. Бүгінге сендерге жаза би.